Мақсат мырза, Қазақстан шикізат өндіруші ел деген статусқа иеміз ғой. Жалпы осы мұнай бағасы теңге бағамы үшін макроэкономикалық фактор болып қала бере ме, қалай ойлайсыз? Мұнай бағасы негізінде теңге бағамына әсер ететін негізгі факторлардың бірі. Өйткені мұнай бағасы қымбаттаған кезде теңге белгілі дәрежеде тұрақты болып тұрады. Мұнай бағасы қатты түсіп кетсе, бірден теңгеміздің әлсіреуіне септігін тигізіп жататын жағдайы бар. Оның енді негізгі себебі мұнайдың жалпы ішкі өнімдегі үлесінің жоғарылығы және бюджетіміздің тең жартысы кірісі де осы мұнай арқылы түседі. Сондықтан да жалпы мұнай саласының Қазақстан экономикасына келтіретін жаңағы әсері өте жоғары. Бірақ енді осы жерде қазір өте көп сұрақтар қойылады. Мынау голландық ауру деп айтып жатамыз, шикізатқа тәуелділік деп айтылады көп жағдайда. Дей тұрғанмен біз бірінші өзіміз үшін бір мәселені шешіп алу керекпіз. Мұнай біз бағымыз ба, жоқ әлде сорымыз ба? Негізінде егерде мұнайлы елдердің бәріне қарасақ, Сауд Арабия елдері, олар мұнайды өздерінің бағы ретінде қарайды. Құдайдың берген бізге сыйы дейді. Сондықтан да енді көрсек, қарап отырсақ, қазір сол мұнайдың арқасында бұл мемлекеттер өздерінің экономикасының бір ерекше моделін жасап жатқан жағдайы бар. Ал енді Венесуэлаға қарасақ, әлем бойынша мұнай қорымен бірінші орында тұрған ел. Бірақ та өте дамымай отырған ел. Және де олар осы мұнай бұл бізге берілген шайтанның қарғысы деп айтады екен. Яғни олар сондай өте голландық аурудан да жаман дүние деп қарайды ғой. Сондықтан да болса керек, ол мұнай ол елдіге ешқандай пайда келтіріп отырған жоқ. Сондықтан да біз де бұл мұнайға тәуелді болсақ, бұл біздің сорымыз ғой деген мәселеден аулақ болуымыз керек сияқты, менің ойымша. Дей тұрғанмен біз 2000 жылдардың басында мұнайды өте көп көлемде әлемге экспорттай бастадық. Біздің мұнайымызды Италияға да, Европаға да, мысалға Британияға да жеткізе бастады. Осы тұрғыдан келгенде әлде де бүгінгі күнге дейін біздің мұнайымызды көбінесе осы Европа мемлекеттері көбірек сатып алады, тұтынады. Сондықтан мен ойлаймын, мұнай әрине біздің сорымыз болмауы тиіс, бағымыз болу керек деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін мұнайдан түскен біраз қаражатты жинақтап, ұлттық қорға алдық. Шетелдік сарапшылар айтып жүр, алдағы 4-5 жылда мұнайдың бағасы барреліне $250 дейін көтеріледі деп. Осыған сенесіз бе? Енді 200-ден асып кетеді дегенге сену қиын. Дей тұрғанмен қазір мұнайдың бағасы қатты өсіп жатыр. Енді оның негізгі себебі әлемде іскерлік белсенділік пандемиядан кейін жақсарды, содан кейін мұнай бағасы өсе бастады. Қазір енді геосаяси жағдайдағы шиеленіс бұл одан ары мұнай бағасын шарықтатып жіберді деп айтуға негіз бар. Өйткені қазір Ресейдің мұнайы мен газынан Еуропа бірте-бірте бас тартып жатыр. Ал енді оның орнын оңай толтыра алмай жатыр. Американың сланцалық мұнайын жеткізу мәселесі қазір күн тәртібінде. Дей тұрғанмен осы жерде біз көріп отырмыз, қапшылық байқалып жатыр әлемдік нарықта. Осы мұнайдың бағасы қатты өсе бастаған себептердің бірі осы. Енді оны 200-ден асып кетеді қояды деп мен ойламаймын. Себебі бұл жерде егер олай болып кетсе, онда шикізаттың қымбатшылығы жалпы әлемдегі көптеген тауарлардың одан әрі қымбаттауына алып келеді. Қазірдің өзінде Америкада 8%-дан асып кетті инфляция, ол соңғы 40 жылда ондай инфляция болмаған енді. Европаның өзінде де соңғы 30 жылдықта болмаған инфляциялар орын алып жатыр, 7%-ға дейін көтерілді. Ал әдетте біз үйренген ол мемлекеттердегі инфляцияның деңгейі 2%-дан аспайды. Ал қазіргі уақытта мінекей өте үлкен инфляция болып жатқанын көрсетеді. Сондықтан да енді бұл әлемдік мәселеде егер бағасы қатты өсіп бара жатса, онда жаңағы ОПЕК+ елдері бар, бәрі бірігіп отырып, бағаны кішкене реттеу мәселесін алға тарту керек деп есептеймін. Ал енді жалпы осы мұнайға байланысты біз бір мәселені біліп алуымыз керек. Негізінен біз шикізатты ғана шығарып отырған мемлекетпіз. Мұнай біздің бағымыз екенін айқындадық. Енді екінші мәселе осы мұнайдың қандай тауарлар өндіре аламыз. Мұнайдан қандай алғашқы өңдеу ең болмаса жасай аламыз. Сол аралық өнімдерді, мұнай химия саласын дамыту мәселелері қазір күн тәртібінде тұр. Егер де біз сол мәселелерді көбірек дамытып, осы шикізатты ғана емес, сол шикізаттың үстіне құн қосып, ең болмаса одан бір керемет
керемет бұйымдарды шығармасақ та аралық өнімдерді шығарып соларды экспорттау мәселесін алға тартсақ, онда біз ол экспорттық түсімдерімізді одан ары еселейміз. Қазақстанның өндірістік қуаты, мүмкіншіліктері артады және экономикамызда ақырын қуатты елдерге қарай ұмтылады. Осы мәселеге біз тереңдеп келуіміз керекпіз деп ойлаймын. Өйткені мысалға Норвегияның мысалында қарасақ, Сауд Арабия елдерінің мысалында қарасақ, олар сол мұнайдан мүлдем бас тартпаған, қайта мұнайды одан ары дамыта берген, бірақ сол мұнайдан қандай да бір өнім өндіру арқылы соны сату мәселесіне көбірек көңіл бөлген. Және де қызмет көрсету саласына көбірек ауысқан. Бізде енді мынау диверсификация экономики деген сөз көп айтылады. Экономиканы әртараптандыру керекпіз, басқа да салаларды дамыту керекпіз, соның ішінде автопромды дамыту керекпіз деген мәселелер көп айтылады, бірақ кішкене күркінішті енді былай қараған кезде. Біз дайын өнімді бірден шығарып, содан бастап төменгі буындарын шығарамыз деп айтамыз да. Бірақ ол процесс керісінше жүрген. Шикізаттан кейін алғашқы өңдеу, одан кейін жартылай фабрикаттар, одан кейін жаңа қосалқы бөлшектер, сосын негізгі ірі бөлшектер, сосын барып сол өнімді құрастыру мәселесін алға тарту керекпіз. Ал бірақ бізде бұл мәселелер кей уақытта мемлекеттен қыруар ақшалар бөлінеді, қаншама қаражат бөлінеді. Біз осы шетелден соның бөлшектерін әкеліп, соны құрастырып шығардық деп айтуға келтіреміз көп жағдайда. Әрине, мен ойымша ол процеске де көңіл бөлінгенде дұрыс, бірақ дей тұрғанмен біз төменнен жоғары қарай өту процесіне көбірек көңіл бөлу керекпіз. Өйткені ол жаққа аз еңбек күші жұмсалады, ол мамандарды дайындауда өте қатты көп шығынданбаймыз. Ол жаққа аз ресурстар жұмылдырылады, және де біз сол екінші қосылған құнның этапына өте аламыз, кезең-кезеңмен. Сондай мәселеге біз көбірек көңіл бөлуіміз керекпіз деп ойлаймын. Сол кезде біз Қазақстан экономикасының бірегей моделін құра аламыз. Біздің еліміздегі өндіріліп жатқан мұнай өнімдердің көбісі мынау шетелдік инвесторларға тиесілі дейді ғой. Егер де осы жерде Қазақстанның үлесі бір 50-50%-ға жетіп отырса, мұның өзі Қазақстан әлеуетіне қаншалықты әсер етеді? Бұл сөздің жаны бар. Қазақстандық, былай айтқанда, Қазмұнайгаз бар, жалпы Қазақстанда осы мұнай қорындағы үлесі 20% болып тұр, шын айтқанда. Ал енді қалған 80% ол шетелдік инвесторлардың осы елге келіп, сол 2000 жылдарда басында, 90 жылдардың соңында құйған инвестициялары көбісі. Енді олар да ұзақ жылға келген жоқ. Олар белгілі біраз жылдар бойы сол өндіреді, бүкіл өзіне қажетті нәрсенің бәрін шығарғаннан кейін бірте-бірте бұл елден кетеді. Яғни олар демек ұзақ уақытқа келген жоқ. Ал мен ойлаймын, Қазақстанның жер қойнауындағы байлық әлдеқайда көп. Әрине біз сол негізгі мұнай орындарындағы Қашаған, Қарашығанақ деп айтамыз ғой, сол өңірлердегі мұнайдың белгілі сатылуы бар. Мысалға ертең олар бітуі мүмкін, бірақ ол деген сөз бізде жалпы кеніміз, байлығымыз, жер байлығы азайып қалады деген сөз емес деп ойлаймын. Бізге қазір көбіне геологияны дамыту керек. Кезіндегі Қаныш Сәтпаевтардың еңбегінің нәтижесін біз сол қазіргі мұнайымыз арқылы көріп отырмыз деп ойлаймын. Сол сияқты қазір бізде осы геологиямызды дамытып, өзге де Қазақстанның жерінде жатқан құнды дүниелерді таба алсақ, ол біз үшін тағы бір плюс. Бірақ оны тауып қана қоймай, біз сол тауарларды, сол шикізатты өңдеу, алғашқы өңдеу сатыларын, солардан бір аралық өнімді өндіру салалар, қосылған құны бар тауарларды өндіру жағын жолға қоятын болсақ, онда Қазақстан экономикасы тек қана шарықтап дами беретін болады деп есептеймін. Қазір бүкіл әлем экожүйеге бет бұра бастады ғой. Осы орайда, осыған байланысты жалпы әлемнің мұнайдан бас тартуы мүмкін бе? Әлемнің мұнайдан бас тартуы мүмкін, бірақ қазір емес. Оған да әлі біраз жылдар уақыт керек. Қазір енді дұрыс айтып отырсыз, өте тұрақты даму туралы көп айтылатын болды. Бұрында тұрақты даму дегенде біз экономикалық сөздіктерде қарасақ, қаржылық түрдегі тұрақты даму туралы айтылатын. Ал қазір тұрақты даму деген сөздің іші өзі 3 тағаннан тұрады. Ол экологиялық сипаты бар, әлеуметтік сипаты бар және экономикалық. Осы үшеуі біріккен кезде ғана елде тұрақты даму мәселесі болады деген. Сондықтан да өндірісті дамытсақ та ол халыққа пайдалы болу керек. Және де қоршаған ортаға пайдалы болу керек. Осы қазір әлемнің негізгі үлкен принциптеріне айналды. Әрине біз қазір бұл процеске
бірден көшіп кетеміз деп айта алмаймыз. Өйткені бізде әлде де көмір жағамыз көп жерде, әлде де бізде энергетикалық ресурстар ретінде сол көмір мен мазуттан негізгі энергияны біз аламыз. Мұнай бар, мысалға. Ал әлем Европада енді көмірден мүлдем бас тартып жатса, мұнайдан енді әлі 20-25 жылда әлі тарта қоймайды бас деп ойлаймын. Сондықтан да әлде де бұл біздің мұнай саласы экономикамыздың дамудың бір драйвер ретінде қарастырыла береді деп ойлаймын. Одан бөлек әрине жаңағы ESG дейтін факторлар қазір шықты. ESG деген сол экономика, экология, G дегеніміз, S дегеніміз social, G дегеніміз жаңа мемлекеттік менеджменттің сол жаңағы негізінен экологиялық қоршаған ортаға зиян келтірмей даму бағытын көрсетеді. Осы мәселелер қазір күн тәртібінде, егер де біз қазіргі уақытта құрып жатқан заводтарымыз, фабрикаларымыз, компанияларымыздың бәрін осы ESG стандарттарына сәйкес дамытатын болсақ, онда әлемде де біздің сол компанияларымыздың құнының тез өсіп кетуіне, әлемдік нарықтағы Лондонның қор биржасына шығып кетуіне бірден мұрындық болады екенбіз. Және сол бағытта дамуға көбірек көңіл бөлу біздің Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері ретінде қарастыруға болады деп есептеймін. Ал енді қазір енді біз көп қаражатты 30 жылда көбінесе пайдасыз, мағынасыз дүниелерге жұмсап қойғанбыз. Ол мысалға сол экспоны өткізу жағы болсын, қаншама түрлі форумдар, ешқандай пайдасы жоқ шашылған қаражаттар, және ЛРТ сияқты жобалар. Былай қарасақ, әйтеуір мемлекеттен қаржы бөлу, және оны көбінесе соның айналасында бір топтасқан адамдар бар, соны әйтеуір талан-тараж қылып өздеріне тартып кетуге жұмсап жатқандай болған негізінде қарасақ. Қазіргі уақытта енді осы сипат бізде басқа маңыздылыққа қарай өту керек. Мемлекеттен қаржат бөліну керек, ұлттық қордан қаражаттар осындай еліміздегі адами капиталды дамытуға, жаңа жобаларды жүзеге асыруға бағытталу керек. Дей тұрғанмен, бұл жердегі тазалық мәселесі, мөлдірлік мәселесі, ақша айналымының тазалығы мәселесі өте бір алдыңғы кезекке шығатын уақыт келді. Міне осы мәселе егер барынша дұрыс болса, онда Қазақстанның бір жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Және де жаңа мүмкіндіктер ретінде, мысалға бір Каспий KZ дейтін қосымшаны біз қатты қолданамыз. Сол қаржылық ұйымның өзі әлемде қазір Гарвардтың кейстарына еніп жатыр, және де Deutsche Banktың өзін артқа қалдырып кеткен жағдайы бар. Сонда қаржылық технологиялар саласында біздің Қазақстан бір мүмкіндігі бар. Блокчейн технологиясы, қазір криптовалюта деп айтып жатырмыз. Осы жерде де біз өзіміздің бір мүмкіндігімізді көре алуымыз керекпіз деп ойлаймын. Мейлі оған мысалға Өзбекстан мемлекеті бас тартсын, мейлі Қытай одан бас тартсын, бірақ ақыры біз майнинг бойынша 2-ші орынға дейін көтеріліп кеттік. Бұл керемет қой, мысалға бүкіл рейтингтарда біз соңында жүреміз да, бірақ бір рейтингті алдыда жүрміз. Енді оның да бір пайдасын біз көруіміз керекпіз деп ойлаймын. Қазір мынау мысалға серый майнерлар дейді, бірнеше заңсыз түрде жұмыс жасап жатқан майнерларды жауып жатыр ғой. Менің ойымша оны мемлекеттің меншігіне алу керек та. Сол майнингті жалғастыра берсін, бірақ та бүкіл табыстың бәрі қазынаға құйылсын. Мысалға, одан мемлекет өзінің бір жыртығын жамалмаса, тек ұтады негізінде. Сондықтан да осындай мәселелерге тереңірек кіру керекпіз. Бұл төңіректе әлі заң бізде қабылданбаған, тездеп заң қабылдап, жүзеге асырса, бізде жаңағы таза майнерлерде бар, жұмыс жасап жатқан бәрі көрсетіп, табысын бәрін көрсетіп, оларға да сол жаңағындай белгілі бір салықты тиімді етіп салатын болсақ, ол жақтан да қыруар табыстар бюджетке түседі деп есептеймін. Осы бағытта біз неге жұмыс істеуіміз керекпіз деп ойлаймын, өйткені бұл жаңа саладағы IT мамандарының Қазақстанға тартылып жатқандығын көрсетеді. Егер майнингте біз 2-ші орын алып кетсек, онда бұл салада біраз білікті мамандар біздің төңірегімізде Қазақстанның айналасында жүр деген сөз. Тек қана сол біліктілікті біз өзіміздің мемлекетіміздің дамуына дұрыс пайдалана алуымыз керекпіз деп ойлаймын. Әңгімемізге рахмет, сізге табыс тілейміз. Рахмет көп, аман болыңыз.